Сәлем достар, бүгін мен сіздерге пеште пісетін хош иісті сарымсақты нанның тамаша рецептімен бөлісемін. Бұл нанды жасау өте оңай, ал дәмі мейрамханалық деңгейде. Ал ендеше кеттік бастайық. Бізге керекті құрамның барлығын төменге жазып кететін боламын. Ең алдымен сарымайды бөлме температурасында ерітіп аламыз. Сарымсақ пен көк шөпті қосып майға жақсылап араластырамыз. Мен бұл жерде нанды кесіп алдым. Бізге бір батон жарайды. Нанның басқа түрінен де жасасаңыз болады. Нанның қай түрі болса да маңызды емес. Сарымайымызға көк шөп пен сарымсақты қосып аламыз. Одан кейін батонның үстіне қоспаны жақсылап жағып шығамыз. Егер хош иісті нанды қаласаңыз, онда сарымсақты көбірек қосуға кеңес беремін. Барлығын осылай тегістеп жағып шығатын боламыз. Нанның барлығына жағып шықтым. Енді қызып тұрған 200 градус пеште 10 минутқа салып аламын. Сырты қытырлақ, іші жұмсақ сарымсақты наным дайын болды. Бұл нанды сорпаға, шайға немесе тіскебасы ретінде де өте дәмді. Егер рецепт ұнаса, видеома лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыз. Ал пікірде келесі видеода қандай тағам көргіміз келеді, сол туралы жазып кетсеңіз болады. Наным өте қытырлақ, іші жұмсақ болып пісіп шықты. Сіздермен бірге болған Өнер Жетпісбайқызы. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Күнделікті қарапайым рецепттермен сіздермен бөлісіп отыратын боламын.